Жамбыл облысында 5 аудан арақтан бас тартты. Ондағы 12 ауылдық округ ащы суға бойкот жариялап отыр. Ұзын саны 126 азық-түлік дүкені арақ сатуға рұқсат беретін сертификаттарын өз еркімізбен өткіземіз деп отыр. Ауылдың ауқатты азаматтары бұл саудагерлерге шығынды өтейміз деп уәде берді. Қаржы түсіп тұратын болса сол именно ішімдік сатудан, бірақ лицензиясы бар. Онда ай сайын сол ақшаны мен ақ төлеп беріп тұрайын сол ауылға. Арақсыз ауыл бастамасын Мойынқұм ауданы Құмөзек ауылы белсенді іске асыра бастады. Енді дүкен сөрелеріне сусыннан тек тәтті сулар мен қымыз шұбатқана қойылмақ. Тұрғындар спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанамыз деп отыр. Ал ауыл ақсақалдары жастарға арақты сырттан әкеліп ішкізбеуді күн тәртібіне қоямыз дейді. Олар полицейлерді де жұмылдырып, ішімдік сатудан бас тартқан ауылда қылмыстың да азаюын бақылауды ұсынды. Укрепляется институт совета старейшин. Ауылда ақсақалдар кеңесінің жұмысы күшейген, жастар жағы да өте белсенді. Жыл соңына қарай біз арақтың кесірінен болатын төбелестер мен қылмыс санының өзгеруі бойынша салыстырмалы статистикамызды жасап бермекпіз.